Бүгінгі бейне жазбада сіздерді таңғалдыратын және ойландыратын тақырыпқа тоқталамыз. Күнделікті тағамдарымыздың ішінде жасырынған ең қауіпті 10 тағам. Сіздер әдетте жейтін тағамдар арасында кез келгенінде денсаулығыңызға зиян келтіретін нәрсе барын білдіңіз бе? Бұл тағамдар дәмді және дәстүрлі болғанымен, олардың қауіптілігі кейде өмірімізге үлкен қауіп төндіретін жайлы білгіңіз келсе, осы видеоны соңына дейін қараңыз. Біздің 4 төңірек каналымызға келгендеріңізді қарсы аламыз. 4 төңірек каналымыз сіздерге әр апта сайын мәнді де мағыналы ғылыми ақпараттарды жеткізіп тұрады. Тезірек каналымызға тіркелу арқылы осы қазақша каналымызды қолдап, қуаттап қойыңыз. 10-шы майлы тағамдар. Майлы және қуырылған тағамдардың көп мөлшері ағзаға ауыртпалық тудырып, бірқатар аурулардың дамуына себеп болуы мүмкін. Майлы тағамдардың қауіптілігі неде? Май құрамының көптігі қан тамырларын бітеп, инфаркт пен инсульт қаупін күшейтеді. Қуырылған және майлы тағамдарды көп тұтыну дене салмағын арттырады. Майлы тағамдардың кейбір түрлері ағзада қабынуды күшейтіп, созылмалы сырқаттарға әкеледі. Қазақ тағамдарында қуырдақ, майлы ет өнімдері, қытырлақ қуырылған тағамдар кеңінен таралған. Олар дәмді болғанымен, аса көп жеу денсаулыққа зиянды. Ғылыми деректер. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұсынымдары май мен қаныққан май қышқылдарын тұтынуды шектеуді ұсынады. Артық майлы тағамдар тұтыну семіздік, жүрек аурулардың және диабеттің өсуіне әкеледі. Қауіпсіздік шаралары. Майлы тағамдарды аз тұтыныңыз. Қуырылған және майлы тағамдарды аптасына 1-2 реттен көп жемеңіз. Денсаулыққа пайдалы майларға артықшылық беріңіз. Зәйтүн майы, жаңғақ май сияқты пайдалы майларды пайдаланыңыз. Тауарлардың құрамын оқыңыз. Майдың түрі мен мөлшері жөнінде ақпарат алыңыз. Қорытынды. Майлы тағамдар дәмді болғанымен, денсаулыққа зиянды болуы мүмкін. Дұрыс таңдау жасап, тұтынуды шектеу арқылы өзіңізді қорғаңыз. 9-шы. Қант мөлшері тым жоғары тағамдар. Құрамында қант мөлшері жоғары тағамдар және сусындар дәмді болғанымен, олар адам денсаулығына қауіпті болуы мүмкін. Неліктен қантты көп тағам қауіпті? Қантты тағамдар мен тәтті сусындарды көп тұтыну калорияның артығына және артық салмаққа, семіздікке әкеледі. Қант диабеті. Қанттың көп мөлшері қандағы қант деңгейін жоғарылатып, тип 2 диабетке шалдығуға себеп болады. Тісті бұзу. Қант тіс ауруларының басты себебі. Жүрек қан тамырлары аурулары. Қантты шектеусіз тұтыну ағзада қабыну процесін күшейтіп, жүрек аурулары қаупін арттырады. Қазақстанда тәтті тағамдар мен қантты сусындардың тұтынуы артып келеді. Бұл әсіресе жастар мен балалар арасында жиі байқалады. Қантты бұл тағамдар көптеген дайын өнімдерде, кондитерлік және газды сусындарда көп мөлшерде кездеседі. Ғылыми мәліметтер. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы күніне 25 грамм шамамен 6 шай қасықтан аспайтын қант тұтынуды ұсынады. Қазақстандық зерттеулер көрсеткендей, орташа есеппен тұрғындар қантты ұсынылған нормадан әлдеқайда көп тұтынады. Қауіпсіздік кеңестері. Қантты өнімдерді шектеу. Газды сусындар мен тәтті печеньелерді аз жеуге тырысыңыз. Табиғи тәттілерге басымдық беру, яғни жемістер мен бал сияқты табиғи тәттілерді таңдаңыз. Әрдайым тағам жапсырмасын оқып үйреніңіз. Әсіресе жасырын қанттың бар жоғына көз жеткізіңіз. Қорытынды. Қант мөлшері көп тағамдар дәмді болғанымен, денсаулыққа үлкен қауіпті тудырады. Тұтыну мен мөлшерін бақылауда ұстау өте маңызды. 8-ші. Тұз мөлшері көп тағамдар. Қазақстанда құрамында тұз мөлшері көп тағамдар өте танымал. Оларды көп тұтыну жүрек пен қан тамырлары ауруларының қаупін арттырады. Неліктен тұзы көп тағамдар қауіпті? Тұз мөлшері жоғары тағамдар қан қысымының көтерілуіне себеп болады. Бұл ауру, инсульт, жүрек талмасы сияқты ауыр сырқаттарға әкелуі мүмкін. Артық тұз бүйректің жұмысын қиындатып, бүйрек жеткіліксіздігіне әкелуі ықтимал. Тұздың көп болуы асқазан қабынуы мен жарасына әсер етеді. Қазақтың дәстүрлі тағамдары, оның ішінде бешбармақ, қуырдақ, сақтамақ сияқты тағамдар көбіне тұзды және дәмдеуіштерді көп қолданылады. Сонымен қатар тұздалған және түтінделген ет өнімдері де тұздың көлемі жоғары тағам түріне жатады. Халық арасында тұзды көп жеудің зияны туралы ақпарат аз болуы олардан сақтануды қиындатады. Ғылыми деректер. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша, ересектердің күнделікті тұз тұтыну мөлшері 5 граммнан аспауы керек. Қазақстан халқының тұзды тұтыну мөлшері бұл көрсеткіштен бірнеше есе жоғары. Тұзды көп тұтыну жүрек қан тамырлары ауруларының негізгі қауіп факторларының бірі саналады. Қауіпсіздік кеңестері. Тұзды тұтынуды азайтыңыз. Тамаққа дәмдеуіштер мен шөптер қосып, тұзды азаттандырыңыз. Тұз мөлшері аз өнімдерді таңдаңыз және өзіңіз пісіру кезінде тұзды аз пайдаланыңыз. Дәмі жағынан тұзды алмастыратын балғын лимон немесе сарымсақ сияқты табиғи заттарды қолданыңыз. Нақты оқиға. Атырауда жүрек ауруымен ауруханаға түскен науқастардың көпшілігінде күнделікті тұзды көп тұтыну себебінен қан қысымы жоғары болды. Дәрігерлер оларға тұзды шектеуді міндетті түрде ұсынды. Қорытынды. Тұз мөлшері көп тағамдар кең таралған. Олар қауіпті тағамдар қатарына жатады. Өзіңіздің және жақындарыңыздың денсаулығын сақтау үшін тұзды шектеу өте маңызды. 7-ші. Мерзімі өткен немесе бұзылған тағамдар.
Мерзімі өткен немесе бұзылған тағамдар тойымсыз және жағымсыз иіс пен дәмге ие болып қана қоймай, ауыр сырқаттарға әкелуі мүмкін. Неліктен мерзімі өткен тағам қауіпті? Микробтық ластану. Бұзылған тағамдарда бактериялар мен зең саңырауқұлақтары көбейеді. Олар тағамның құрамындағы қоректік заттарды бүлдіреді және улы заттарды шығарады. Токсиндер мен улану. Кейбір бактериялар тағамнан улануға келетін улы заттарды шығарады. Құсу, іш қату, температура көтеру сияқты белгілер болады. Ас қорыту жүйесінің бұзылуы. Бұзылған өнімді жеу ас қорыту жолдарының қабынуына және ұзақ уақыт ауруға келуі мүмкін. Қазақстандағы жағдай. Қазақстанда кей жерлерде тамақ сақтау жағдайлары нашар болуы мүмкін. Әсіресе кей ауылдық және таулы өңірлерде суық сақтау жабдықтары болмауы азық-түліктің тез бұзылуына әкеледі. Ғылыми негіздеме. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері бойынша әлемде жыл сайын 600 миллион адам тағамнан улану жағдайларын бастан кешіреді. Тағамның сақтау мерзімін тауып, оны асыра пайдалану ең көп тараған қауіп факторларының бірі. Қауіпсіздік кеңестері. Азық-түліктің пайдалану мерзіміне мұқият болыңыз. Қорап, бөтелке, қаптамада көрсетілген күндерді қадағалаңыз. Тағамның иісі мен түсіне қарап тұтынбаңыз. Егер күмән туындаса, оны жеуден бас тартыңыз. Тағамды дұрыс сақтаңыз. Мүмкіндік болса, жаңа өнімдерді сатып алыңыз және мерзімнен бұрын қолданыңыз. Нақты оқиға. Алматыда бір отбасы мерзімі өткен сүт өнімін пайдаланғаннан кейін улану белгілерімен жедел жәрдем шақырған. Дәрігерлер алдын алу және тағам қауіпсіздігін сақтаудың маңыздылығын ескерткен. Қорытынды. Мерзімі өткен немесе бұзылған тағамдар адам денсаулығына өте қауіпті. Тамақты сатып алғанда және пайдаланғанда абай болыңыздар. 6-шы құрамында артық консерванттар бар өңделген тағамдар. Қазіргі уақытта нарыққа құрамында көп мөлшерде консерванттар, бояғыштар және басқа да химиялық қоспалар бар өңделген азық-түліктер келді. Бұл өнімдер көбінесе ыңғайлылығы мен ұзақ сақталуымен танымал, бірақ денсаулыққа зиянын да ұмытпау керек. Неліктен химиялық қоспалары көп тағамдар қауіпті? Химиялық заттардың әсері. Кейбір консерванттар мен бояғыштар нашар әсер етіп, аллергия, ас қорыту бұзылыстары, кейде бұзылған иммунитет немесе тіпті қатерлі ісік ауруларына себеп болуы мүмкін. Ас қорыту жүйесіне жүктеме. Өңделген тағамдар құрамындағы химиялық қоспалар бауыр мен бүйрекке қосымша жүктеме береді. Жыныстық және нерв жүйесіне зияны. Кейбір зерттеулер кей тұтынушыларда мұндай тітіркендіргіштердің жүйке жүйесіне әсерін байқаған. Қазақстандағы жағдай. Қазақстан нарығында өңделген азық-түлік көп, бірақ құрам бойынша бақылау әлі де жетілдірілуде. Арнайы зертханалық бақылау нәтижелері кейде кей өнімдерде заңдылықтан тыс консерванттар барын көрсетеді. Ғылыми деректер. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы химиялық заттардың кейбір түрлерін адамның денсаулығына қауіпті деп таныған. Ұзақ мерзімді химиялық қоспаларды қабылдау жүрек аурулары, аллергия, қатерлі ісік сияқты сырқаттарға келуі мүмкін. Қауіпсіздік шаралары. Таза табиғи өнімдерді таңдаңыз. Өңдеуден өтпеген, консервантсыз, бояғышсыз өнімдерге басымдық беріңіз. Тағам жапсырмасындағы құрамын мұқият оқыңыз. Оған қосымша заттардың атаулары мен мөлшерін қараңыз. Өз қолыңызбен тағам пісіріңіз. Қауіпсіз және пайдалы әрі дәстүрлі тағамдарға артықшылық беріңіз. Нақты оқиға. Алматыдағы бір зерттеуде бірнеше танымал дүкен консервацияланған өнімдерінен заңсыз консерванттар табылды. Бұл тұтынушыларды дүрліктірді. Қорытынды. Қосымша химиялық заттардың көп болуы сіздің денсаулығыңызға қауіп төндіруі мүмкін. Табиғи және қауіпсіз өнімдерге артықшылық беріңіз. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз. 5. Арнайы тексеруден өтпеген импорттық азық-түлік. Қазақстан әлемдегі көптеген елдермен сауда байланысын дамытуда, бірақ импортталған азық-түлік кейде сапасыз болуы мүмкін. Неліктен тексерусіз азық-түлік қауіпті? Қауіпті бактериялар мен токсиндер. Импортталатын кейбір өнімдер мұқият тексерілмесе, онда қауіпті микробтар немесе уытты заттар болуы мүмкін. Мысалы, кейбір шетелдік ет немесе балық өнімдерінде сальмонелла, ботулизм бактериясы табылуы ықтимал. Қалдық заттар мен жоғары химиялық қоспалар. Импорт өнімдерінде пестицидтер, ауыр металдар немесе басқа зиянды химикаттар болуы ықтимал. Құжатсыз және белгісіз өнімдер. Кейде нарықта ресми сертификатсыз азық-түлік сатылуы тұтынушы үшін үлкен қауіп. Қазақстандағы жағдай 2019 жылы Қазақстан, Ресей және Беларусьтан импортталған кейбір өнімдерде қауіпсіздік талаптарының бұзылғаны анықталды. Бұл туралы Қытай жаңалықтар агенттігі де хабарлаған болады. Осы себеппен Қазақстанда тұтынушыларға тауарды тексерілген және сертификатталған жерден сатып алу ұсынылады. Ғылыми және заңдық негіздеме. Қазақстанның мемлекеттік азық-түлік қауіпсіздігі агенттігі импорт өнімдерін тексеруді қатаң бақылайды. Бірақ нарықта заңсыз өнімдер болуы мүмкін. Әлемдік денсаулық сақтау ұйымының талаптары бойынша азық-түліктер қауіпсіздік стандарттарына сай болуы керек. Қауіпсіздік кеңестер. Импорттық азық-түлік сатып аларда сертификаттары мен санитарлық анықтамаларының болуына көз жеткізіңіз. Сенімді дүкендерден ғана өнім алыңыз. Үйде де өнімді дұрыс сақтау
және өңдеу ережесін сақтаңыз. Төртінші, шикі тағамдар. Шикі тағамдар олар балғын және дәмді көрінгенмен, денсаулыққа үлкен қауіп төндіруі мүмкін екенін ескерту маңызды. Шикі тағамнан қандай қауіп бар? Бактериялар мен паразиттер. Шикі ет, балық, көкөніс және жемістерде адам үшін қауіпті микроорганизмдер болуы ықтимал. Мысалы, сальмонелла, листерия сияқты бактериялар мен токсоплазма, кішкентай паразиттер адамның ас қорыту жүйесінде сырқаттар жасайды. Аллергендер мен улы заттар. Кейбір шикі тағамдарда табиғи уытты заттар болуы мүмкін. Әсіресе дұрыс өңделмеген балық түрлері мен өсімдіктерде. Қазақстанда дәстүрлі түрде ет пен балық көбінесе жақсы пісіріледі. Дегенмен, қалада кейбір мейрамханаларда немесе үй жағдайында суши, тартар сияқты шикі ет және балық тағамдары танымал бола бастады. Тағы бір маңызды мәселе – шикі көкөністер мен жемістерді дұрыс жуып алмау. Халық көкөністер мен жемістерді ауыл шаруашылық өнімдерінің сапасына назар аудармай, кейде жуымастан жейді. Бұл ас қорыту жолдарының инфекцияларының көбеюіне себеп болады. Ғылыми мәліметтерде дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының іздеуіне сәйкес, шикі тағамдардан туындаған микробтық аурулардың жиілігі соңғы жылдары өсті. ақш-тағы ауруларды бақылау және алдын алу орталығы мәліметтері, шикі тамақ тұтынғандар арасында ауруларға шалдыққандардың саны жоғары болды. Қауіпсіз тамақтану жолдары. Тамақты толық пісіру немесе өңдеу. Ерекше бактериялар мен паразиттердің жойылуы үшін ет, балық және көкөністер ыстық өңдеуден өтуі керек. Жемістер мен көкөністерді жақсылап жуу. Әсіресе далада және бақшаларда өскен өнімдерді сапалы жуу, мүмкін болса жылы сумен жуу керек. Шикі тағамдарды сақтықпен жеу. Егер шикі тағамды бірінші рет тұтынсаңыз, оны аз мөлшерде қабылдаңыз және сенімді жерден ғана алыңыз. Нақты оқиға. Алматыдағы бір отбасы суши жегеннен кейін температурасы көтеріліп, іштің ауырсынуына шағымданып, дәрігерге барды. Қаперге алу керек. Қалада шикі тағамға үйренбеген адамдарда осындай реакциялар жиі кездеседі. Қорытынды. Шикі тағамдар ерекше дәмі мен түрімен тартымды болса да, оларда қауіпті бактериялар мен паразиттер сақталуы мүмкін. Денсаулығыңыз үшін тағамды дұрыс дайындап, таза сумен жуыңыз. Үшінші, тұздалған және түтінмен өңделген ет өнімдері. Бұл тағамдар қазақ тағамдарының әр түрінде кездеседі. Тұздалған сиыр еті, түтінделген қой еті, сондай-ақ жылқы және түйе етінен дайындалған тағамдар. Неліктен бұл тағамдар қауіпті? Тұздалғанда және түтіндеу кезінде кейде етте күкірт қосылыстары мен нитрозаминдер секілді канцерогендік заттар пайда болуы мүмкін. Бұл заттарды ұзақ мерзімді тұтыну әсерінен қатерлі ісіктерді тудыруы ықтимал. Егер тұздау немесе түтіндеу дұрыс жүрмесе, микроорганизмдер көбеюі мүмкін. Бұл адамда улану мен асқазан ауруларын тудырады. Қысыммен тұздалған ет тұтыну жүрек қан тамырлары ауруларының, әсіресе жоғары қан қысымы мен инсульттің қаупін арттырады. Қазақстанда түтінделген және тұздалған ет көптеген мейрамдарда және күнделікті өмірде пайдаланылады. Бірақ дәстүрді сақтау үшін санитарлық нормаларды ұстанбау кейде қауіпті жағдайларға әкеледі. Ауылдарда тұздалған етті үй жағдайында жасау кезінде сақтау шарттары бұзылып, тағам сапасы болатын кездер болады. Бұл өз кезегінде улануға және созылмалы ауруларға себеп болуы мүмкін. Ғылыми мәліметтерде халықаралық зерттеулер тұздалған және түтінделген етте канцероген нитрозаминдердің бар екенін растады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы осы тағамдардағы заттарды қатерлі канцерогендер тізіміне қосты. Тұзды тағамдарды жиі тұтыну жүрек қан тамырлары ауруларының даму ықтималдығын арттырады. Қауіпсіздік кеңестері. Тұзды етті аз мөлшерде тұтыныңыз. Аптасына 1-2 реттен көп жеуден аулақ болыңыз. Түтіндеуге патенттелген және санитарлық талапқа сай жабдықтарды қолданыңыз. Тұздалған етті салқын және құрғақ жерде сақтаңыз. Жаңа және сапалы етті пайдаланып, шірік еттен аулақ болыңыз. Қорытынды. Тұздалған және түтінделген ет дәмді әрі дәстүрлі тағамдар болса да, оларды дұрыс дайындап, сақтамау денсаулыққа қауіпті салдар тудырады. Денсаулық үшін осы тағамдарға қатаң назар аударған дұрыс. Екінші, пастерленбеген сүт өнімдері. Пастерленбеген, яғни арнайы өңделмеген сүт және оның өнімдері. Қазақстанда саумалы, қымыз, құрт сияқты дәстүрлі сүт өнімдері кеңінен танымал, және бұл өнімдер халқымыздың күнделікті тағамының маңызды бөлігі. Неліктен пастерленбеген сүт қауіпті? Пастерлеу бұл сүттің бактериялар мен
микроорганизмдерді жою үшін белгілі бір температурада қайнату процесі. Егер сүт пастерлеуден өтпесе, онда ол адам денесіне зиянды бактериялар сақталып қалуы мүмкін. Листерия, сальмонелла және басқа да қауіпті бактериялар пастерлеусіз сүтте өмір сүріп, гастроэнтеритке, асқазан ішек жолдарының қабынуына және басқа да ауыр ауруларға себеп болуы ықтимал. Айрықша қауіп жүкті әйелдер мен иммундық жүйесі әлсіз адамдарға, себебі оларға листериоз сияқты аурулар өте қауіпті болуы мүмкін. Қымыз бен өзге де сүт өнімдерін тұтыну қазақ халқындағы 1000 жылдық дәстүр. Бірақ кейбір ауылдық аумақтарда немесе отбасылық шаруашылықтарда сүт арнайы өңделмей, оны таза табиғи деп қабылданғанда денеге қауіп төндіруі ықтимал. Мысалы, ашыған сүтті немесе қымызды сақтаудың санитарлық талаптары сақталмаса, адам денсаулығына зиян келуі мүмкін. Ғылыми негіздеме. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы сүт өнімдерінің қауіпсіздігіне үлкен мән береді және сүт пастерлеуге төтенше сақтамалықты талап етеді. ақш-тағы ауруларды бақылау және алдын алу орталығы деректері бойынша пастерленбеген сүт өнімдерін тұтыну көптеген инфекциялық ауруларды тудырады. Мысалы, ақш-тағы жыл сайын 8400 адам пастерленбеген сүт өнімдерінің салдарынан ауруға шалдығады. Қауіпсіздік шаралары. Сүт өнімдерін тек пастерлеуден өткенді сатып алыңыз. Өндіріс орнынан сертификаты мен қауіпсіздігін растайтын белгілерін тексеріңіз. Үйде натурал сүтті жоғары температурада пастерлеңіз. Бірнеше минут бойы 72 градус Цельсийге дейін қыздырып, бактериялардың жойылуын қамтамасыз етіңіз. Балалар мен жүкті әйелдерге, иммунитеті төмен адамдарға тек пастерленген өнімдерді пайдалануды кеңес береміз. Қорытынды. Пастерленбеген сүт өнімдері денсаулыққа үлкен қауіп төндіруі мүмкін. Қауіпсіздік пен салауаттылықты сақтау үшін дайын өнімдердің сапасына көңіл бөліп, дұрыс өңделген және сертификатталған өнімдерді таңдаңыз. Бірінші, толық піспеген еттер. Бүгінгі ең қауіпті 10 тағам тізімінің бірінші орны толық пісірілмеген ет. Бұл қарапайым көрінгенімен денсаулыққа үлкен қауіп төндіруі мүмкін. Неліктен толық пісірілмеген ет қауіпті? Толық пісірілмеген еттің құрамында түрлі бактериялар мен паразиттер болуы ықтимал. Олардың ең қауіпті түрлері: бактериялық инфекция, сальмонелла, кишечник таяқшасы, листерия секілді бактериялар еттің ішкі жағында өріп үлгермей, асқазан ішек жолында ыңғайсыздық тудырады. Кейде ауыр салдарға әкеледі. Паразиттер. Құрттар сияқты таспа құрт, трихинелла ет арқылы адамға жұғып, ішек, басқа ағзаларға да зиян келтіреді. Вирустарда еттің толық пісірілмеуінен сақталуы мүмкін. Қазақстанда әсіресе қазақтардың дәстүрлі тағамдарында қой, сиыр етімен қатар жылқы және түйе еті жиі қолданылады. Бұл ет түрлерінің де дұрыс пісірілмеуі қауіпті. Дәстүрлі бешбармақ сияқты тағамдарда еттің нәзік әрі шырынды болуы маңызды болғанмен, егер де толық пісірілмесе, бактериялар мен паразиттердің ағзаға түсуіне себеп болуы мүмкін. Ескеретін жайт. Біздің арнаның негізгі аудиториясы мұсылман қауымы. Сондықтан шошқа еті туралы айтпадық. Ауылдық жерлерде өз бетімен мал соятындықтан, еттің дұрыс сақталмауы әсіресе балалар мен шалғайдағы адамдарға ауру тудыруы мүмкін. Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, ет пен оның өнімдерін қолданатын адамдар арасында кейде паразит жұқтыру оқиғалары кездеседі. Ғылыми деректер. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мәліметінше, жыл сайын дүние жүзінде тамақтан туындаған аурулар өте көп болады. Олардың көбі ет өнімдерімен байланысты. ақш-тағы ауруларды бақылау және алдын алу орталығы есептеп шығарғандай, тамақтан болатын аурулардың 16% дұрыс өңделмеген етпен байланысты. Паразиттерге қатысты зерттеулер, мысалы, трихинеллез, адамның бұлшық еттеріне, жүйке жүйесіне ауыр зардап келтіруі мүмкін екенін көрсетеді. Қауіпсіз тамақтану үшін не істеу керек? Қауіпсіздікті сақтау үшін етті толығымен пісіріңіз. Қой, сиыр, жылқы және түйе етін кемінде 63 градус Цельсийге дейін, құс етін 74 градус Цельсийге дейін жақсылап пісіру қажет. Қолдарыңызды жиі жуыңыз, қиыстырудан асықпаңыз. Пісірілмеген етпен жанасқан құралдарды бөлек қолданыңыз. Етті дұрыс сақтаңыз. Тоңазытқышта сақтап, бактериялардың көбеюіне жол бермеңіз. Етті жарамды және сенімді жерден сатып алыңыз. Өмірден алынған оқиға. Қазақстан ауылдарында кейбір әйел әжелер етті жартылай пісіріп, дәмін ерекше қыламын деп, бір ауылда бала сол жартылай піскен етті жеп, паразит жұқтырып, ауруханаға түскен жағдайлар болған. Қорытынды. Толық пісірілмеген етке жай қарамаңыз, өйткені ол үлкен қауіп төндіріп, адам денсаулығын шайқалтуы мүмкін. Дәмді әрі қауіпсіз болу үшін етті жақсылап, толығымен пісіру маңызды. Құрметті достар,
Бүгінгі көкеге жақсы түсетін әрі маңызды ақпаратпен бөлістік деп үміттенемін. Денсаулығымыз барлығымыздың ең қымбат байлығымыз. Сондықтан күнделікті тамақтануда мұқият болу, қауіпсіздікті сақтау өз қолымызда. Егер бұл видео сізге пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Сұрақтарыңыз болса, пікір қалдырыңыздар. Келесі тақырыптар туралы не білгіңіз келетіндігін айтып беріңіз. Денсаулығыңыз мықты, көңіл күйіңіз көтеріңкі болсын. Келесі кездескенше.